Қалайсыңдар достар? Бүгін біз тауға саяхатқа шықтық. Таңертең жолға шығып, әдемі табиғатты тамашалап келеміз. Жол өте алыс екен. Димаш жол бойы тезірек жетуімізді күтті. Күннің сәулесі күшті болып тұр. Біз әлі тауға жеткен жоқпыз. Ташкеннің табиғаты күшті екен. Достар, сіздер де Ташкенге келіңіздер. Мен бірінші рет тауға шығып жатырмын. Мына жерде өзі ұйықтап қалдым сағаннан. Өткені біз 5-те тұрдық. Димаштың ысы пісті өзі. Біз әлі тауға жетпедік, достар. Тауға жақындаған сайын айналамыздың көрінісі тіпті керемет болып кетті. Биік таулар, таза ауа, әдемі табиғат бәрі ерекше әсер сыйлады. Мына көл өте үлкен екен, маған қатты ұнады. Димашқа да өте қатты ұнады. Міне тауға да жетіп келдік. Балалар да қатты қуанып, таза ауада ойнап, мәз болып жүр. Мына құмдардан неше түрлі заттар жасадық. Димаш мына жерде суды көріп, суға түсем деп жатыр. Бұндай үлкен суды бірінші рет көріп тұр. Толқындардың дауысы құлаққа жағымды естіледі екен. Сәлем достар, Абылайхан мен Алияның каналға қош келдіңіздер. Біз осындай жерге келдік. Ташкендеміз, қыдырып жүрміз түркінде. Бала шаға мында ойнап жүр. Мына не дейді? Көтер дейді. Балалар ойнап жатыр. Бақы су молдай. Күшті жерге келдік. Рахаттанып ойнап жатыр мына жақта. Димаш өзі суға түсуге дайын. Назарға бәрібір қайда жүрсең де, тамақ болса болды, столға жайғасып. Мынау біздің Айнұр. Мына жерде мен Назарды еркелетіп тұрмын. Осылай суға шомылуға түстік. Бірінші түскенде мұздай екен. Сосын судан сықын кемей қалады екен. Бұндай үлкен суға бірінші рет түсіп тұрмын. Демалысымыз көңілді өтіп жатыр. Тағаммен жарысып отырып қалдым. Мына жерде өзі біз күннің астында демалып жатырмыз. Димаш суға тас лақтырып ойнап жүр. Мына көкем өзі столға жайғасып, тамақты опырып отыр. Айттым ғой, Назарға тамақ болса болды, достар. Біздің демалысымыз аяқталды. Осындай күшті жерге демалдық.
Осылайша күшті табиғатта демалып үйімізге қайттық. Достар, жолда аэропорттың қасынан өтіп, үлкен-үлкен самолеттарды көрдік. Осылай бір күніміз өтті. Ал сізді тауға барып көрдіңіздер ма? Комментке жазып кетіңіздер. Всем пока.